Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен әдеттегідей 4-ші сыныптың қазақ тілінен болашаққа саяхат ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалауын жасайтын боламыз. Бұл жиынтық бағалау 4-ші тоқсанға арналған. Ең алдымен мәтінмен танысып шығамын. Қазір мен сендерге мәтінді оқып беремін, ал экранда мәтіннің аудармасын көрсетіп қоямын. Бірінші тапсырма: мәтінді оқы, тапсырмаларды орында. Ал бастайық. Ертеде бір отбасында кішкентай робот өмір сүрді. Оны зауытта жасады. Кішкентай робот отбасы мүшелеріне көмектесті. Кешке қызықты әңгімелер айтты. Кішкентай балалармен ойнады. Кішкентай роботтың адам болғысы келді. Мерекелерде барлығымен бірге көңіл көтергісі келді. Бірақ ол өзінің ешқашан адам бола алмайтынын түсінді. Осындай ойлардан кішкентай роботтың көңілі түседі. Күндер өте берді. Кішкентай балалар өсті. Роботтың әңгімелерін ешкім тыңдамады. Ешкім оған назар аудармады. Кішкентай роботтың ғажайып сиқыр жасағысы келді. Бір күні ол, яғни бұл жерде біз мәтінді жалғастыруымыз керек екен, ой әлі аяқталмаған. Жақсы, ары қарай кеттік. Бірінші тапсырма: мәтінге қай атау сәйкес келеді? А. Кішкентай роботтың өмірі. Б. Кішкентай роботтың ойлары. С. Кішкентай роботтың мерекесі. Д. Кішкентай роботтың әңгімелері. Бұл жерде мен А нұсқасын таңдадым, себебі мәтінде жалпы алғанда роботтың ойлары да бар, роботтың мерекесі де бар, роботтың әңгімелері де бар. Бұл тек қана әңгімеге тоқталып тұрған жоқ, немесе тек роботтың мерекесі туралы айтып жатқан жоқ, оның ойлары жайында да айтып жатқан жоқ. Бұл жерде жалпы осы үш тақырыпта қозғалып, оны роботтың өмірі арқылы көрсетіп тұр. Сондықтан кішкентай роботтың өмірі деген нұсқаны таңдадым. Келесі, екінші тапсырма: кішкентай робот неліктен көңілсіз болып жүрді? Енді бұл жерде мен барлығын айтамын, әдетте баяндаушыға назар аударамыз. Көңілсіз болып жүрді. Қанекей қарайық. Көңілі түсетін, яғни көңілсіз болып жүрді. Көңілі түсетін. Енді осы нұсқада, осы сөйлемде бізде жауабы тұр деген сөз. Қандай ойлардан оның көңілі түседі? Ол ешқашан адам бола алмайтынын түсінді. Бұлай болса, бұл жерге жауабын жазамыз. Ол ешқашан адам бола алмайтынын түсінді. Сол себепті де кішкентай робот көңілсіз болып жүретін, көңілі түсетін деген мінекей сөйлеміміз осы ойды ары қарай дәлелдеп тұр. Бұл дұрыс жауабы болып есептеледі. Енді ары қарай кеттік. Сұрақтарға сәйкес ақпаратты анықта. Үшінші тапсырма. Бізде бірінші 3 сұрақ берілген. Осы 3 сұраққа сәйкес жауаптардың нұсқасын сәйкесін тауып көрсетіп қоюымыз керек. Бірінші: роботтың отбасындағы өмірі қандай еді? Бұл нұсқасы: ол кешке әңгіме айтып, кішкентай балалармен ойнайды. Келесі: роботтың арманы не? Оның адам болғысы келді. Робот қандай ойлар мазалайды? Ол ешқашан адам бола алмайтынын түсінеді. Бұл мінекей дұрыс жауабы болып есептеледі. Тапсырма қиын емес. Егерде мәтінді дұрыстап түсініп оқитын болсақ, және оның аудармасынан мұқият назар аударатын болсақ, біз жауабын оңай тауып аламыз. Келесі, екінші тапсырманы көрейік. Яғни берілген сөйлемдерді жалғастырып, мәтіндегі оқиғаны 5-6 сөйлеммен аяқтап жаз. Кішкентай роботтың ғажайып сиқыр жасағысы келді. Бірақ бір күні ол, бағана айтып кеттім, мен ойдың аяқталмағандығы туралы. Сол тапсырманы бізде екінші тапсырмаға беріп отыр екен. Бір күні ол деп ой аяқталмай тұр. Ал енді ойды ары қарай аяқтап жазып көрейік. Бұл жерде оқушының да жауабы
ескерілуі керек, әр оқушы бұл ойды өзінше аяқтайды. Бір күні ол өзі айтатын әңгімелерге анимация жасауды ойға алады. Робот әңгімені балаларға оқып қана беру қызық емес екенін түсінеді. Бұл жай анимация емес, 3D анимация. Содан кейін балалар роботтың өнер табысына қызығады. Енді робот балаларға да анимация жасауды үйретіп жүр. Мінекей 5-6 сөйлеммен біз бастапқы ойды ары қарай жалғастырып көрдік. Мінекей балалар, 4-ші тоқсанның болашаққа саяхат ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалауы осындай. Қиын емес, мәтінді түсініп оқитын болсаңыздар, тапсырмаларды да оңай орындауға болады. Ақпарат ұнаған болса, каналыма тіркеліп, видеоның соңына дейін көріп, достарыңмен бөлісіп қой.